Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызда біз есеп жайлы білімімізді жетілдіріп толықтырамыз. Жалпы бірінші сыныптан білеміз, есепте есептің шарты, сұрағы, шешуі, жауабы болады. Есепте артық десе қосамыз, кем десе азайтамыз, есе артық көбейтеміз, есе кем бөлеміз. Бірақ кейбір жағдайларда жанама есептерде бұл амалдарға қарама-қарсы амалдар орындалады. Мысалы, артық деген есепте берілетін болса, біз ол есепте жанама есепте керісінше азайтатынбыз. Ал кем деп берілсе, қосатынбыз. Есе артық деп берілсе, біз бөлетінбіз. Есе кем деп берілсе, біз көбейтетінбіз. Яғни бұл жанама есептерде бұл амалдарға қарама-қарсы амалдар орындалатын. Яғни жанама есепте біз бұл деген сөз арқылы жанама есеп екенін білетінбіз. Және кейбір есептерде сөздердің мағынасына, есептің берілуіне, яғни шартына мән беріп шығару керек екен. Сонымен оқулығымыздағы 114-ші сабақтағы бірінші есепке қарайық. Бұл есепте Нұрсұлтанды көру үшін әрқайсысында 8 баладан 3 топ және 6 мұғалім келді. Нұрсұлтанға балаларға қарағанда мұғалімдер неше есе кем келді. Яғни бұл есепті жіктейтін болсақ, Нұрсұлтанды көру үшін әрқайсысында 8 баладан 3 топ және 6 мұғалім келді. Бұл есептің шарты болады. Нұрсұлтанға балаларға қарағанда мұғалімдер неше есе кем келді. Бұл есептің сұрағы болады. Яғни есепке мән беріп қарайтын болсақ, есепте бір ғана сұрақ тұр. Біз бұл сұраққа жауап беруіміз керек. Енді балалар 8-ден 3 топ, мұғалімдер 6. Мұғалімдер балаларға қарағанда неше есе кем. Бұл есептің шарты, қысқаша шарты болып табылады. Яғни біз есептегі негізгі түйінді сөздерді алып, сандарды қолдана отырып, есептің қысқаша шартын жазамыз. Енді 8-ден 3 топ деп тұр, яғни 8-8-ден 3 топ болатын болса, әр топтағы балалардың санын есептей отырып, біз 8-ді 3-ке көбейтеміз. Яғни 8 үшіміз 24, есепте бізде неше есе кем деп сұрап тұр. Яғни неше есе кем екенін табу үшін біз есе кем десе бөлеміз. Яғни 24-ті 6-ға бөлеміз. Сонда өрнектің мәні 4-ке тең. Есебіміздің жауабы мұғалімдер балалардан 4 есе кем. Енді осы есепке кересеп құрастыру керек. Дәл осы есепті кересеп түрінде, яғни мұғалімдердің санын белгісіз қылып алып отырмыз. Алдыңғы есепте мұғалімдердің саны 6 болған. Енді кері есебімізде сол 6 деген санды шығаруымыз керек. Ол үшін есептің қысқаша шартында балалар 8-ден 3 топ, мұғалімдер белгісіз, бірақ балалардың санынан 4 есе кем деп алдық. Яғни 8-ден 3 топты табу үшін 8-ді 3-ке көбейтемін. 8 үшін 24, 4 есе кем дегендіктен 24-ті 4-ке бөлемін. 24 пен 4-тің бөлінісі 6-ға тең. Яғни мұғалімдердің саны 6 мұғалім. Енді оқулығымыздағы екінші есепті мұқият қарайық. Қаланы аралауға бірінші күні 3 сағат уақыт кетті, ал екінші күні бірінші күнге қарағанда 2 есе артық уақыт кетті. Қонақтар 2 күнде барлығы неше сағат қала аралады. Енді есепке тоқталайық, есептің шарты мен сұрағын тауып алайық. Қаланы аралауға бірінші күні 3 сағат уақыт кетті, ал екінші күні бірінші күнге қарағанда 2 есе артық уақыт кетті. Бұл есептің шарты болады. Енді қонақтар 2 күнде барлығы неше сағат қала аралады. Бұл есептің сұрағы болады. Енді есептегі негізгі көңіл аударатын түйінді сөздер бірінші күні, екінші күні. Яғни бірінші күні 3 сағат, екінші күні белгісіз, бірінші күннен 2 есе артық. Және барлығы 2 күнде неше сағат. Бұл есептің қысқаша шарты. Енді есепті шешу үшін біз 2 сұраққа жауап беруіміз керек. Яғни бұл есебіміз біздің 2 амалдан тұратын есеп екен. Бірінші, біз екінші күні неше сағат уақыт кеткен тауып аламыз. Яғни есепте бірінші күнге, яғни 3-ке қарағанда 2 есе артық деп берілген. Сол үшін біз 3-ті 2-ге көбейтеміз. 3 пен 2-ның көбейтіндісі 6-ға тең.
Бұл 6 деген екінші күндегі уақыт, яғни 6 сағат. Енді есебіміздегі екінші сұрақ, барлығы неше сағат, екі күнде барлығы неше сағат аралады деп сұраған. Егер бірінші күніміз 3 сағат, екінші күніміз 6 сағат болса, барлығын табу үшін 6-ға 3-ті қосамыз. Яғни 6 мен 3-тің қосындысы 9-ға тең. Есептің жауабы 2 күнде барлығы 9 сағат қаланы аралады. Енді осы есептің әсінде балалар туыстарына сыйлау үшін 18 кәдесый сатып алды және оларды әр қапшыққа 6-дан салды. Неше қапшық қажет болды? Енді есебімізге тоқталайық. Есептің шарты: балалар туыстарына сыйлау үшін 18 кәдесый сатып алды және оларды әр қапшыққа 6-дан салды. Бұл есептің шарты. Енді неше қапшық қажет болды? Бұл есептің сұрағы. Енді есепте көңіл аударатын негізгі тиімді сөздер алғаны, салғаны және неше қапшық екендігі. Алғаны 18 кәдесый. Енді сол 18 кәдесейді 6-дан әр қапшыққа бөліп салып шықты. Сонда бізге қанша қапшық керек екенін табуымыз керек. Яғни бөліп шықты деген сөз болғандықтан, немесе салды деп тұр ғой. Сол себепті әр қапшыққа деген сөзге көңіл аударамыз. Яғни 18-ді 6-ға бөлеміз. Бұл есептің шешуі 18 бен 6-ның бөліндісі 3-ке тең. Есептің жауабы 3 қапшық қажет болды. Енді осы есептің бысына көңіл аударайық. Бұл есепте кәдесыйлар дүкенінде 18 ашық хат және әр қайсысында 8-ден 5 магниттер жиынтығы сатылды. Барлығы неше сыйлық сатылды? Енді есептің шарты: кәдесыйлар дүкенінде 18 ашық хат және әр қайсысында 8-ден 5 магниттер жиынтығы сатылды. Бұл есептің шарты. Енді барлығы неше сыйлық сатылды? Бұл есептің сұрағы. Яғни біз есептің шартына көңіл аударып, негізгі тиімді сөздерді жаза отырып, есептің қысқаша шартын құрады екенбіз. Бұл есептегі негізгі көңіл аударатын сөздер ашық хат және магниттер жиынтығы. Ашық хат 18, магнит 8-ден 5 магнит, әр қайсысы 8-ден, яғни әр қайсысы дегендіктен біз көбейту амалын қолданамыз. Және есептің сұрағы: барлығы неше сыйлық? Бірінші, біз әр қайсысы болғандықтан магниттің мәнін тауып аламыз. Ол үшін 8 бен 5-тің көбейтіндісін табамыз. 8 бен 5-тің көбейтіндісі 40-қа тең. Барлығын табу үшін оған ашық хаттың мәні 18-ді қосамыз. Яғни 40 пен 18-дің қосындысы 58-ге тең. Бұл есептің шешуі болады. Есептің жауабы 58 сыйлық. Енді үйге тапсырма. Оқулығымыздағы 3-ші есеп: асы, әсі, бысы берілген. Мен алдын ала есептің қысқаша шартын жазып қойдым. Осы қысқаша шартына және есептің шартына сұрағына мән бере отырып, осы есептің мәнін табуымыз керек. Енді 3-ші есептің асында бізде қайың 8-ден 3 қатар, шырша 4-тен 2 қатар. Енді қай көшет артық екенін табу керек. Яғни амалдардың орындалу ретін әр қатар деген сөздерге мән беру керек. Енді осы есептің әсінде дәл солай, жоқ, асының жалғасы, яғни 2 сұрақ берілген жаңа асында. Есе артық деген сұраққа жауап беру. Қайың неше екенін тауып аламыз, шырша неше көшет екенін тауып аламыз, сосын қайсысына неше есе артық екенін табамыз. Енді есептің әсінде қыз және ұл жайлы айтылған. Есептегі тиімді сөздер қыз және ұл. Бізде бұл есеп өздерің байқағандай 2 амалмен орындалады. Яғни 2 сұрақ бар. Бірінші, ұлдың санын тауып аламыз. Екінші, барлығы неше бала екенін табамыз. Енді осы есептің бысында негізгі тиімді сөздер ілінгені, алынғаны, қалғаны. Яғни біз қалғанын табуымыз керек. Ілінгені әр қайсысында деген сөзге мән береміз. Әр қайсысында болса, біз көбейту амалын қолданамыз. 8-ден 4 қатар. Яғни 8-ді 4-ке көбейтеміз. Енді сол ілінгеннен енді 11-ін алды. Сол кезде қаншауы қалғанын табамыз. Бұл есебіміз бізде 2 амалмен орындалатын есеп. Енді сендердің осы 3-ші есеп бойынша орындалған тапсырмаларыңды күтемін.